Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін нешесі? Бүгін 1 сәуір, құрметті әріптестер. 1 сәуір бүгін біздерге круды Word круға конвертация жасау жалғасып жатыр. Достар, қараңыздар. Здравствуйте, Нурниязов Қайрат Утельгенович. По редкому исключению мы продлили последний льготный конвертация до 15 апреля дейді. Құрметті әріптестер, біздерде круды Word круға өзгерту, конвертация жасау, то есть былай айтқанда 15 апрельге дейін созды. Сондықтан бұл соңғы мүмкіншілік болу керек. Сондықтан кімде мынандай крулар бар, то есть мынаны қараңыз, мына кісіде 71 мың штук кру тұр екен. За стейкинг кіріп тұр да уже. Сол круларды Word круға өзгерту керек. Ол үшін достар, мен қазір осы видеода қалай антистейкинг қоюды көрсетем. Және көп әріптестердің сұрауы бойынша USDU-ді қайдан аламыз дейді. USDU-ді через Binance, қазір через біздің Unitex биржаға апарамыз, Unitexтен блокчейнге апарамыз. Соны көрсететін боламын. Сондықтан қазір бір блокчейн ашып қойдым. Достар, блокчейнге келесіңдер. Енді осы жерде обновить замороженныйды басасыңдар, достар. Өздеріңіз білесіңдер. Және обновить балансты басасыңдар. Және стейкингке кіресіңдер, достар. Стейкингке кіргенде көп әріптестерде кру, ради кру болу мүмкін. Және кру за YouTube болу мүмкін. Енді бұл кісіге мен жаңа кіріп обновление жасап қойдым. Міне обновление жерден басып, полный обновление жасайсыңдар, достар. 3 жыл болады, біруге 2 жыл болады, біруге 6 ай болады. Сол сияқты, пока мына жерде мына флажок жанғанша, достар, қараңыздар, басай беру керек. Түсінікті, достар, обновление. Қазір мен антистейкинг қалай қойып керек көрсететін боламын. Көрдіңіз, жанды ғой, да? Және USDU-ді қайдан алу керек, сосын көрсететін боламын. Так, получить YouTube-ны басасыңдар. Так, теперь қараңыздар, достар. Панельге барамыз. Мына кісіде қазір поставление етіп тұр. Так, 8 USDU бар. Оны мен енді антистейкинг қоям. Ол үшін кру за YouTube-ға кіресіңдер. Мына қараңыздар, достар, мен жерде антистейкингте доступный баланс 71 мың деп тұр. Сол жерге қолмен жазасыңдар. 71 700. И антистейкинг басасыңдар. Так, теперь міне снятие вставка деп тұр. Достар, бұл 72 сағатта 3 күннен кейін мен жерге доступныйға түседі. Сол кезде барып жіберіп сіздер круды Word круға өзгерте аласыздар. Енді, достар, так, енді бір жерде бұл кісіге USDU жетпейтін болса, USDU-ді қайдан аламыз? Көп әріптестер жаңағы чаттардан USDU аламыз деп жатыр. Енді егер кімде Binance болып жатса, USDU-ді сатып алуға. Ол үшін не істейміз, достар? Binance-қа барамыз, торговляға барып, PTB-дан мен қазір USDT сатып аламын. Так, купить. Мен жерге Қазақстан деп жазасыңдар. Мен жерге способ оплата, Каспий банк деп жазасыңдар. Курс әртүрлі, әр кезде әртүрлі болады. Но айталық, мен жерге мен 15 мыңға USDU аламын. Түсінікті, достар, да? Так. Ең бірінші бұл жерде міне USDU алып жүргендер болса, өздері біледі. 15 мың деп жазам. 33 доллар болады менде. Так, заявка кетті. Достар, міне мен өзімнің 33 USDT-ымды алдым. Так, теперь енді неге барамыз? Панельге барамыз. Так, выводты басамыз, достар. Мына жерге USDT-ны таңдаймыз. Так, мына жерге адрес керек. Енді ол үшін Unitex биржаға барамыз, достар. Unitex биржаға барып, мына балансты басып, так, осы жерден USDT-ны таңдаймыз. USDT ең астында болу керек.
міне USDT-ны. Так, депозитті таңдаймыз достар. Tron TRC20 таңдаймыз. Так, копировать етіп аламыз. Binance'қа барамыз. Мына жерге қоямыз. Адресті, сосын мына жерге TRC20 таңдаймыз. Енді мына жерге, так, мына жерге мен $10 деп жазайын. Так, $12 деп жазайын, $10 стоп жіберетін. Достар, көрдіңіз, комиссияда $1.2. Комиссия. Так, вывод басамыз, достар. Продолжить. Аутентификатор сұрайды. Продолжить. Так. Так, кетті. Енді достар, қараңыз, неге барамыз? Өзіміздің биржамызға барамыз. Уведомление келу керек. Так, ол үшін достар, мен енді мына жерде басқа бір блокчейнге кірейін. Мына блокчейн енді 3 күннен кейін босатылады. Басқа бір блокчейнге кіріп, сол блокчейннен қазір қалай істеу керек екенін көрсететін боламын. Достар, мен басқа блокчейнге кірдім. Так, осы блокчейннен доступный балансты конвертация жасайтын боламыз. Осыған USD жіберетін болам мен. Так, 9 күн болған кіргеніме. Так, қанша керегін қазір қарап алайық. Так, 81.583. Достар, бұл жерде артық жазу болмайды, 84 деп жазсаңыздар шықпайды, например. 83 точно толық жазу керек. Бұл жерде міне 28.55 болып тұр. $29 деп тұр. Так, $29. Так, өзінде қанша болды? Аха, $13 бар екен. Түсінікті. Теперь Unitex'ке барам. Міне маған уведомление келді. $10 келді деп тұр міне. Так, міне алдында менде жоқ еді. Енді қараңыздар достар. Осыны мен USDT-ны USDU-ға алмастыруым керек. Ол үшін бер жаққа барамыз достар. Міне менде USDT USDU деп тұр. Бірінші USDT тұру керек. Достар, біз USDT сатып алымыз керек. Ол үшін рыночныйды аламыз. Мына 100% дегенде басамыз, достар. Көріңіздер, да? 10 USDT, 10 USDU болады. Продать USDT-ны басамыз, достар. Міне, ол сразу орын алады. Балансқа барамыз. Міне бетеміз. Так, теперь қараңыздар. Бізде USDU болу, USDT жоқ болып кетті. Енді вывод. Достар, выводты басамыз. Мына жерге адрес қоюымыз керек. Так. Мына жерге адрес. Ол үшін мен өзімнің адресімді қазір копировать етіп алайын. Достар, мен өзім блокчейн. Блокчейн менде 106 USDU бар еді. Так, мына жерге, у вас 11 болып тұр, мен 10 деп жазайын. 11 болып шығады комиссиясымен, комиссия 1 USDU. Так, мына жерге осы электронный почтасын жазу керек, электронный почта. Мына жерге двухфакторная аутентификация. Осы
Так, вывод. Почтаға сообщение жібереді, достар. Не, подтверждение жасау керек электронный почтадан. Не, баланс кетті дейді. Теперь блокчейнге барамыз. Менің блокчейнім өзімнің. Так, әлі келген жоқ. Қазір келеді. Менде 106 болу керек шығар, да? Міне 116 болды. Теперь, достар, енді мен бұл кабинетке, мен қазір кабинетке барайын. 16 жіберуім керек осы кабинетке. Так, мынаған мен 16 штук жіберуім керек. Ол үшін осы, так, шатасып қалмай. Дұрыс қой, 16 штук жіберуім керек. Ол үшін копировать етіп аламыз блокчейннің адресін. И өзімнің блокчейніме барамын. Міне отправить. Мен жерге 16 штук деп жазайын. Мына жерге тек жаңағы адрес кошельканы қойсаңдар болады. Ешқандай память ештеңе керек емес. Так, бұл автоматом кетеді. Так, екінші блокчейнге барамыз. Обновление жасаймыз. Бұл жерде 13 болу керек еді. 29 болды. Так, ол үшін енді купить Word құруға барамыз. Кімде замороженный болса, мынаны басса болады. Доступный болса, мынаны басады. Және мен жерге 81.583 деп жазасыңдар. Так, мына купить Word құру. Мына стрелканы басамыз, достар, енді оплата за транзакция. Так, панелге барамыз. Кнопка 81.000 Word құру болып кету керек. Так, Word құру болды ме? Мен жерде біздің UseView списать етілді. Енді қараңыз, достар, мынаны заодно стейкинг қойып тұрсаңыздар, достар. Word құруды стейкинг қойып тұрсаңыздар. Міне. Мына 81.000-ды 320-ға қосып қоямыз. Стейкинг. Көріңіз, достар, уже 401 болды. Так, достар, менің айтайын дегенім осы. Қазіргі видеода мен UseView'ді Binance'тан қалай алу керек, және антистейкингке қалай құруды Word құруға қалай өзгерту керек. Достар, біздерде соңғы уақыт деп ойлаймын, мен өзім жеке. 15-не дейін бізде соңғы уақыт берді, достар. Сондықтан 15-не дейін алдын ала антистейкингке қойып, құруларыңызды Word құруға өзгертіп алыңыздар. Құрметті әріптестер, сіздермен болған Қайрат Нұрниязов. Зейін қойып тыңдағандарыңыз көп рахмет. Сау, саламат болыңыздар.